Бәріне сәлем, менің атым Кайл. Білесіңдер ме достар, менің суға деген аллергиям бар. Қазір сендер айтып отырған шығарсыңдар. Су біздің тіршілік көзіміз ғой. Тіпті біздің жан-жағымыздың бәрі су. Тіпті адамның өзі де судан тұрады ғой деп. Иә достар, қазір сендер менің оқиғамды көретін боласыңдар. Бірақ достар, алдын ала лайк басып, арнаға тіркеліп, жанынан шыққан колокольчикті басып, достарына осы видеоны жіберіңдер, олар да менің оқиғамды көрсін. Негізі мен қарапайым отбасынан шыққанмын. Ата-анам да қарапайым. Олар да барлық адамдар секілді жұмыс істеп, балаларына қамқор еді. Және де олар мені көп күткен еді. Содан кейін менің қарындасым Эмма дүниеге келді. Достар, негізі мен де туылған кезімде бұндай аллергия пайда болған жоқ. Бұл содан соң пайда болды десек те болады. Яғни мен бір 7-8 жасымда. Бір қыста біз демалуға кеткенде Эмма өте қатты ауырып, қызуы қатты көтерілген болатын. Сол себепті біз ата-анамызбен оны дәрігерге апардық. Дәрігерлер оны емдеуге қатты тырысты, ал біз оның қасында күні бойы отырған болатынбыз. Эмма 3-4 күннен кейін көзін әрең ашты, және де оның қарны ашып су ішкісі келді. Сосын анам мені асханаға барып алып кел деген болатын. Содан кейін мен жүгіріп бара жатыр едім. Жолда құлап қалып медбикені заттарын түсіріп алдым. Содан кейін байқамай дәрі менің қолымды сырып кеткен екен. Бірақ мен сол жерде Эмманың есін жиғанын ойлап, тамақ пен су әкелуге әрі қарай өзімнің жарама қарамай жүгіріп алып келдім. Бірақ мұның бәрі үлкен ақымақтық болды. Менің бұлай жасамауым керек еді. Сол кезде мен судан аллергиям болмайтын еді. Содан кейін анам әкем екеумізді үйге бара беруін сұрады. Себебі мен ертең мектепке баруым керек еді. Бірақ менің организміммен бір нәрсе болып жатқандай болды. Мен түнде дұрыс ұйықтай алмадым. Үсті басым қызығандай болды. Содан кейін ұйықтай алмағасын мен тұрдым да су ішуге бара жатыр едім. Бірден тұрған сәтте өзімнің есімнен танып қалдым. Содан кейін сәлден соң тұрдым да әкеме барып, мұның бәрін айтып бердім. Содан кейін әкем мені дәрігерге апару керек деп шешті де дәрігерге апарған болатын. Әкем мұны көргеннен кейін бірден мені дәрігерге апарды. Содан кейін дәрігерлер әлгі сырылған жеріме инфекциялар кетіп қалған деп айтқан болатын. Бірақ бұған көп уақыт керек мені емдеу үшін деген болатын. Яғни шамамен 1 аптадай. Содан кейін барып, мен дәрігерге мұның бәрін айтып болғаннан кейін тағы да есімнен танып қалдым. Бірақ Эмманың тез жазылып кеткені жақсы болды. Себебі ол жазылып кеткеннен кейін оның палатасын мен иелендім. Содан кейін мені 1 аптадан кейін жазылды деп ойлағанда дәрігерлер мені жіберуді шешті. Себебі мен сол күні өзімді жақсы сезініп, жақсы көңіл күйде тұрған болатынмын. Бірақ та маған дәрілер берген сайын менің ішім күйетіндей болып көрінетін еді. Бірақ та мен жақсы көңіл күйде болғандықтан және де ешқандай ауырлық сезінбегендіктен мені үйіме жіберді. Мен көп күн үйімде болмағандықтан душқа да түсе алмаған едім. Содан кейін бірден сүлгімді алып душқа жүгіріп барып едім. Бір қорқынышты жағдай орын алды. Салқын су болса да мен суға емес, отқа түсіп жатқан секілді болдым. Басында мүмкін ыстық су кетіп қалған шығар деп ойладым. Содан соң анам мен әкемді 1 секундта осы жаққа келетіндей қылып қатты айқайлаған болатынмын. Бірақ қарасам, салқын суда тұр екен. Мен неге екенін түсінбедім. Ата-анам кіріп, менен не болғанын сұрады. Мен содан соң кранды қосып көрдім де, қолымды салып көріп едім, мүлде ыстық болып кеткендей болды. Тіпті от секілді күйгендей болды. Ал анам қолын салып көріп еді, ол салқын су екен. Содан кейін әкем екеуі маған салқын су деп айтып еді, мен бірақ сонда да бақырып жылай бердім. Ата-анамның не істерін білмей милары қатты. Тіпті анам дәрігерге хабарласып, оларға ұрысып та жіберген болатын. Себебі менің үстімде суға түскеннен кейін осындай жаралар пайда бола бастады, яғни қызыл түсті жаралар. Анам дәрігерлерден сұрағанда, дәрігерлер мұның жауабын білмейміз деді. Анам өте қатты ашуланды, бірақ бұл әлгі инфекцияның шамалдан кейін кетет шығар деп ойлап, маған көңіл аудармай мені тіпті дәрігерге де апарған жоқ.
Бір күні үйімізге қонақ келерде, анам мені шай ішуге шақырған болатын. Содан кейін мен барып шай ішемін деп ойладым. Шай ішіп қалып едім, бір от лава ішіп жатқандай болып аузым күй бастады. Содан кейін мен кеудемді ұстадым да барынша шыдауға тырыстым. Бірақ маған қатты ауырғаны сонша кесені де жерге құлатып қиратып алдым. Анам менің бұл ауруымнан өте қатты шошып кетіп, мені міндетті түрде дәрігерге апару керек деп әкеме айтты. Содан кейін әкем мені дәрігерге апарған болатын. Бірақ мен дәрігерге барғанда мені олар өте көп зерттеп, тіпті тәжірибелерде жүргізгісі келді. Маған суға да жоламауды, яғни сұйық заттарға жоламауға кеңес берді. Білесіңдер ме, тіпті кіші дәретке барғанда маған өте қиынға соғатын. Менімен өз кәсібінің мамандары айналысты. Содан кейін дәрігерлер маған судан аллергиям бар дегенді айтты. Және де мұның мүлде емі жоқ деп айтқан болатын. Бірақ мені емдеуге қатты тырысты. Менің үстіме суларды да құйып көрген болатын, немесе ішіп те көрген болатын. Бірақ маған өте қиын болды. Сонда да мен шыдауға тырыстым, себебі мен өзімнің тез жазылып кеткенімді қаладым. Өйткені дәрігерлер жазыла алмауы да мүмкін деген болатын. Бірақ мен сонда да берілмедім. Дүкеннен бір бөтелке суды алдым да ішіп жібердім. Бірақ бұл өте қатты ауыртты. Тіпті ішім жаман қызып, өрт секілді болды. Тіпті әлгі түртіктер аузымнан да шығып кетті. Дәрігерлер, тәжірибе жасайтын адамдар, ғалымдар барлығы мен үстіме су қойып, бұл аурудың сыры неде деп ойлады. Сонында жаңағы айтқандай, суға аллергия деген диагноз қойды. Мен өте қатты қиналдым, себебі мені емдей алмайды деп дәрігерлер де айтқан болатын. Мен енді осылай өмір бойы қаламын ба деп ойладым, себебі мен өзімнің көп уақыттарының бірін бөлмемде өткізетін болдым. Себебі жазда немесе спортпен айналысқанда маған өте қатты ыстық болатын. Бірақ сол ыстық болғандықтан мен терлеймін де қайттан күйем. Ал қыс кезінде ауа өте ылғалды болады, ол да маған өте қатты ауыртады. Салқын кезде мен күйіп жүрем. Таңғаласыңдар, маған ыстық болады салқын кезде. Тіпті денем қызып, бір отта жүргендей боламын. Бірақ достар, мен суды емес, басқа сұйықтықты ішетін болдым. Қазір оның қандай сұйықтық екенін айтамын. Қане, дайындалыңдар, бұл қандай сұйықтық деп ойлайсыңдар? Достар, және де ол сұйықтықта 40 түрлі витаминдер бар. 40 түрлі, ұмытпаңдар. Дұрыс тапсаңдар, лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңдер. Бұл жылқы сүті. Қазір сендер таңғалып отырған шығарсыңдар. Жылқы сүті ана сүтімен де тең секілді. Өйткені ол маған ешқандай әсер етпейтін, яғни мені күйдірмейтін. Соның арқасында мен рақаттанып, тек сүт ішетінмін. Ең көбіне сүт ішетінмін. Және де менің шаруаларым шыққанда жазда жеңіл киініп, үстіме қолшатыр алып, күннен қорғанатын едім. Себебі мен терлегенді ұнатпаймын. Содан соң мен көшеде көп жүру үшін ата-анам маған машина алып берген болатын. Үсті жабық, ішінде салқындататын құрылғысы бар. Бірақ та мен менің сыныптастарым секілді басқа жақтарға барып, шетелдерге барып қыдырғым келетін. Достарым мен ыстық құмда волейбол ойнап, олармен бірге күн өткізгім келетін. Бірақ та мен өзімнің осы бөлмемде немесе машинамда, үйімде көп уақытымды өткізетін едім. Осы үшін мен қатты ашуланатын едім. Бірақ та машина алып бергені жақсы болды. Қайта әр жерлерге барып көретін едім. Қазір мен бұл өмірге үйреніп кеттім. Тіпті туылғаннан бастап осылай өмір сүретіндей болып кеткен болатынмын. Достар, егер де сендерге оқиға ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, жанынан шыққан колокольчикті басып кетіңдер. Осы видеомен достарымен бөлісіңдер, арнаның дамуына көмектесіңдер. Ендеше достар, сау болыңдар, бізбен бірге болыңдар.